Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге ашытқысыз 10 минутта дайындалатын пицца түрімен бөлісемін. Қамырын дайындау үшін 3 ас қасық қаймақ, 3 ас қасық майонез, 1 жұмыртқа, кішкене тұз қосып, араластыра отырып, 7 ас қасық ұн қосамыз. Қамыры қаймақ секілді қою болып шығуы керек. Пергамент қағазын алып, дөңгелек сызып аламыз. Үстіне қамырды салып, видеодағыдай жайып шығамыз. Жұқалап, кетчуп жағып шығамыз. Үстіне қалауыншы, шұжық, қызанақ салуға болады. Үгітілген ірімшікті саламыз. Бұл пиццаны табаға да пісіруге болады, жай отқа қойып. Пешке 180 градус 10 минутқа қоямыз. Пиццамыз дайын болды. Қамыры жұмсақ және дәмді болып шықты. Көп уақытыңызды алмайды, жасап көріңіз.